Hayırlı күн, қалдарыңыз қалай? Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Түрік халқының менемен тағамының рецебін ұсынамын. Видеоны толық көріп, видеодағыдай істеңіздер. Өте керемет. 2 пияз қостым. Негізі көбірек істедім мен. 2 помидор, 1 пияз, содан кейін 1-2 штук перец қостым сладкий. Негізі сладкий перецін қоспауға да болады. 3 жұмыртқа қостым. Негізі 5-6 жұмыртқа қосу керек. Егерде мен көбірек жасадым, 4 помидор қосып, 3 сладкий перец қостым. Өте дәмді болады екен, осылай сладкий перецпен қосып пісірсем. Міне, мен екеу көрсеттім, біреуін қайттан қоссалым, үшеу кубиктап турадым бәрін. Помидорда неден өткісе болады, мясорубкадан немесе блендерден езіп қосуға болады, немесе кубиктап турасады. Кубиктап тураған өте дәмді болады екен помидорды. Содан кейін чеснок қосса болады, 2 зубчик чеснок қосқан жоқпын мен. Чеснокпен де дәмдірек болады. Сондықтан осы ұзын-ұзын қылып турап, содан осындай қылып кубиктап турадым. Міне бәрін осылай турап, бәрін дайындап алдым да, 4 помидор қостым. Бәрін тазалап, жуып, қалатын жерінен алып, кубиктап турап, тазалап шықтым. Өте керемет, өте дайындалатын таңғы ас десе де болады. Таңғы асқа өте керемет пайдалы тағам. Өте дәмді, өте керемет. Осылайдан бәрін кубиктап турап алдық, жіңішкелеп. 3 жұмыртқа осылайдан араластырып алдым. Сіздер үстіне былай ортасын ашып, үстіне былай құйсаңыздар да болады. Мен осылайдан вилкамен араластырып алдым. Осылайдан жақсылап вилкамен араластырып алдым. Енді бірінші пиязымызды жақсылап қуырамыз. Содан кейін сладкий перец қосып қуырамыз. 5-7 минуттай қуырамыз пиязды. Одан кейін пияздың үстіне сладкий перцті каждыйын әрқайсысын 7 минуттан қуырып, үстіне салып қуырып отырамыз. Міне қуырылды, суы бәрі
азайды. Енді сладкий перцімізді қосамыз. Араластырып, үстіне шай қасықпен жарты қасықтай бұрыш, одан кейін тұз салып, араластырып бетін жауып қоямыз. Тұзымызды салдық. Бұрышымызды салдық. Енді тұзымызды саламыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Енді бетін жабамыз қазір. Содан кейін мәні өреміз. Араластырамыз жақсылап тағы да бір. Тағы бетін жаба тұрамыз. Пісті піспеген жоқ па көріп аламыз. Содан кейін су тартып қуырып ете бастағанда қазір пиязымызды саламыз. Енді помидорымызды саламыз. Помидорымызды салған кейін 1-2 зубчик чеснок салсаңыздар да дәмдірек болады. Таңғы асқа осындай тағамды пісірсек, өте витаминдері бар, өте жақсы болады. Менің кішкентай қызым бар. Қасымда көмектесіп жүреді. Өте тез дайын болады. 15 минутта дайын болып шығатын таңғы ас. Өте керемет дәмді. Жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет дәмді. Істеуге кеңес беремін. Жұмыртқамызды бетіне құямыз енді. Содан кейін араластырамыз жақсылап. Жұмыртқаны құйған кейін 3-4 минуттай, 3 минутта жетеді. Бетін жауып пісіріп аламыз.
Содан кейін бетін жабамыз. Осылай пісіреміз 2-3 минут. Ашып, тағы бір араластырып көреміз. Мені пісіп болды. Видеоны соңына үшін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.